Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өзім тапсырысқа жасайтын дамский пальчикин рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер менде уже инстаграм парақшада қанша рет рецепт сұрадыңыздар, сондықтан рецептпен бөлісейін деп шештім. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға су, сүт, тұз, қант және де майымызды салып, газге немесе плитаға қойып, майымызды ерітеміз. Майымыз толық еру керек. Қыздар, майымыз толық ерігеннен кейін қайнайын деген кезінде оттың астын баяу қойып, ұнның барлығында салып, жақсылап араластырамыз. Және де сол баяу отта 2,5-3 минуттай тоқтатпастан араластырып тұруымыз керек. Қамырымызды біз жақсылап құрғатуымыз керек. Қамыр жақсы құрғаса, сіздердің профитроллеріңіз жақсы көтеріліп пісетін болады. Қамырдың құрғағанын ыдыстың түбіне қарап білесіздер. Егер де ыдыстың түбіне қамырларыңыз жабыса бастап жатса, ондай болса қамырларыңыз дайын болды. Сол дайын болған кезінде оттан аласыздар. Қыздар, міне қамырым дайын болды. Енді бұны басқа ыдысқа салып суытамын. Егер де термометрлеріңіз бар болса, термометрмен өлшеңіздер. 45 градусқа дейін суытуларыңыз керек. Толық суығаннан кейін барып жұмыртқамызды саламыз. Ыстықтай жұмыртқаны салуға болмайды. Міне менікі уже 45 градусқа дейін суыды. Енді жұмыртқамды дайындаймын. Қыздар, жұмыртқаның 4 штук, 5 штук деп оны есептеуге болмайды. Оны грамда бөлшеуіңіз керек. Егер де менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, осы рецептте ровно 360 грамм жұмыртқа болу керек. Одан көп болмау керек және де одан аз болмау керек. Сондықтан жұмыртқаларыңызды міндетті түрде граммен өлшеңіздер, егер де жақсы шықсын десеңіздер. Қыздар, жұмыртқаларыңызды миксермен араластырсаңыздар да болады, немесе ағаш қасықпен араластырып істесеңіздер де болады. Бұл жерде ешқандай да разница жоқ. Мен өзім миксермен істеймін, өйткені маған миксермен ыңғайлы. Бізде осындай масса болып шығу керек. Қою емес, сұйық емес, орташа болып осындай болу керек. Видеодағыдай етіп шығу керек. Қыздар, қамырымды енді осы кондитерлік мешокқа салып алдым. Бұл насадка менде жұлдызша деп аталынады. Насадканың номерін ұмытып тұрмын, қазір астына жазып қалдырамын. Және де осындай пергамент қағаздың үстіне қалаған формамызда құйып шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 160 градуста 45-50 минут пісіреміз. Қызарып шығу керек беті. Қыздар, міне менің
профитроллерім дайын болды. Бұны енді суытып сразу кремін жақсаңыздар болады. Ішіне заварной крем құйсаңыздар да болады. Немесе қазір мен көрсетемін, крем тура сол креммен жасасаңыздар да болады. Или там ішіне вареный сгущенка құйып қойсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалаған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Және де бұл профитроллиді қазір мен кешке таман жасап отырмын. Азанда кремін жағам, сондықтан қазір ыдыс осындай контейнерге салып қоямын. Осындай контейнерде менде 2-3 күн тұра береді. Енді кремін дайындаймыз. Ыдыс мен морозильникке 20 минутқа салып алдым. Ыдысты 15-20 минутқа морозильникке салып аламын, салқындатып аламын. Одан кейін үстінен сливкиді құямыз, сметананы саламыз. Сметана негізінде мен 20% сметана қолданатын фудмастердікін. Ол болмағандықтан осы сметананы алдым. Бұл сметанамен менің кремім өте қою болып шықты. Сондықтан 25% сметана емес, 20% сметана қолдансаңыздар дұрыс болады. Өйткені кремдеріңіз кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Енді қаласаңыздар сгущенка құйсаңыздар болады, қаламасаңыздар құймай қойсаңыздар да болады. Мен өзім сгущенка қосамын. Енді осыны миксердің ыдысына саламыз, одан кейін жақсылап миксерлейміз. Миксерлей бастап атқан кезде қантымызды да саламыз. Одан кейін ровно 2 минут жоғарғы скоростта миксерлеуіміз керек. Міне қыздар, менің кремім дайын болды. Крем өте қою болып шықты. Негізінде 20% сметананы қолданатын болсаңыздар, кішкене бұдан сұйықтау болады, кішкене ғана сұйықтау болады. Сол дұрыс. Негізінде дамский пальчикеге кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Енді осы кремнің ішіне профитроллилардың барлығында саламыз. Өзімізге керектісін саламыз. Одан кейін араластырып, қасықпен алып ыдысымызға қоя бастаймыз. Мен қазір контейнерге жинаймын, өйткені кондитерлік магазиніме сатылымға шығарамын, сондықтан контейнерге жинаймын. Менде 500 граммнан 3 контейнер шығады осы ингредиенттер бойынша. Міне қыздар, жинап болдық. Енді қазіргі салмағы 465 грамм болып шығып тұр. Бұның бетін енді жауып, тоңазытқышқа кемі 5-6 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін алып, қалаған ягодаларыңызбен әсемдеп шығасыздар, және де бетіне ганаш құйып шығасыздар. Ганаштың жасалу жолы сливки, шоколад және де сливочное масло үшеуін микротолқынды пеште немесе ыстық буда ерітіп алып, кондитерлік мешокқа құйып, осылай сызып шығасыздар. Осылай 500 грамм болып шығады салмағы. Мен дәл осылай кондитерлік магазинімде сатылымға шығарамын. Ұнап жатса лайк басыңыздар.